Merhaba оқырман, Сәуленің арнасына қош келдің. Арнама тіркеліп, лайк басып, қолдауды ұмытпа. Оқырман, арнама қош келдің. Жалпы, сіз зікір айтып жүресіз бе күнделікті? Зікір дегеніміз не? Зікір ету дегеніміз Алланы еске алу, оның ұлылығын жүрекпен сезіну, және Құран мен хадистерде келген сөздерді көптеп тілмен айту. Ғалым Ар-Рази Алланың зікір етуге қатысты мынандай анықтама берген. Алланы тілмен зікір ету дегеніміз Алланы пәктейтін және оған мақтау айтып, оны ұлықтайтын сөздерді айту деген сөз. Алланы жүрекпен зікір ету, Алланың жаратқан жаратылысына, оның құдіреті мен ұлылығына дәлел болатын құбылыстарға қарап ой жүгірту. Сондай-ақ Алла тағаланың адам баласына әмір қылған бұйрықтары мен оның үкімдерін зерделеу және Алланың жоқтан бар қылған малуқаттарының сырларын тамашалау. Алланы тіке тұрып, отырып, жан басынан жатып, Алланы еске алады. Сондай-ақ олар көктер мен жердің жаратылу жайында ойланады да, Раббымыз, сен мұны босқа жаратпадың, сен пәксің, бізді от азабынан сақта, деп тілейді. Алланы дене мүшемен зікір ету деген сөз Аллаға көптеп құлшылық жасау мен оған бойсұнуды білдіреді. Қашан намаз өтеп болсаңдар, Алланы тұрып, отырып және жатқан бойда еске алыңдар. Қашан тынышталсаңдар, онда намазда толық орындаңдар. Себебі намаз мүміндерге белгілі уақытты парыз қылынады. Әбу Хурайрадан Алла оған разы болсын, Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам, Алла тағала мен пендемнің ойлаған жеріндемін. Егер ол мені зікір қылса, мен сонымен біргемін. Егер ол мені жалғыз отырып зікір етсе, мен де оны жалғыз отырып есіме қыламын. Егер ол мені адамдардың қасында отырып зікір қылса, мен де оны басқалардың қасында есіме аламын. Және бұлар олардан қайырлы. Егер пендем маған бір қарыс жақындаса, мен оған бірнеше қарыс жақындаймын. Егер ол маған бірнеше қарыс жақындаса, мен оған бірнеше есе жақындаймын. Егер ол маған жүріп келсе, мен оған жүгіріп барам, деп айтады, деген руаят жеткізіледі. Хадис Құдисиден көргеніміздей Алла тағаланы барлық уақытта зікір етуге болады. Басқаша айтқанда, отырған уақытта, жан бастап жатыпта, қолымыз босаған кезде, жолдастармен және жалғыз отырған кезде зікір етуге рұқсат. Ей муминдер, Алланы көп зікір етіңдер. Келесі былай деп хабар береді. Енді мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын. Маған шүкіршілік қылыңдар да қарсы болмаңдар. Алланы зікір етудің кейбір әдептері. Алланы зікір етуші адамның құбылаға қарауы және тақуалық, әрі байсалдылықпен бірге Алланы бойсынған халде отыру, ауызды жағымсыз иістен тазарту, ауызбен айтқан сөзінің мағынасын түсініп әрі ойлап отыру және сол сияқты. Құран бізге Алланы зікір еткен уақытта пайғамбардан саллаллаху алейхи уассалам үлгі алу жөнінде хабарлайды. Расында сендер үшін Алланы да, ақырет күні де үміт еткендер және Алланы көп еске алған кісілер үшін Алланың елшісінде көркем өнегелер бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам өзінің сахабалары арқылы көптеген хадистер қалдырған. Мысалы, Әбу Хурайрадан Алланы көп зікір ету хақында мынандай хадис жеткен. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам мұсафариндер озды деп айтты. Сонда сахабалар, уа, Алланың елшісі, муфаридун деген кімдер? деп сұрайды. Алланы көп зікір қылушы ерлер мен әйелдер деп жауап берді. Дін исламда Алланы зікір етудің маңыздылығы сонша, зікір еткен кісілер мен мүлдем зікір қылмайтын адамдарды тірі мен мәйіт сияқты салыстырады. Бұған пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам мына хадисі дәлел. Әбу Мұса әл-Ашғари, Алла оған разы болсын, Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам
раббысын зікір қылған адам мен Алланы зікір қылмаған адамның мысалы тірі мен мәйіттің мысалы сияқты деген рауаяты келтіріледі.